Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін аз уақытта ғана тігілетін, тез оңай тігілетін орамалды көрсетпекшімін. Мына осы орамалдың лекаласы. Мен бұны мына ескі орамалды сөгу арқылы алдым. Егер сіз асығыс бір жерге орамал қажет болса, үйдегі бар жақсы матаңыздан тігіп алсаңыз болады. Мысалы, мынау менің ескі орамалым. Осы ескі орамалды алып, мына қағаз бетіне түсіріп алдым. Осындай лекала жасап алдым. Енді осы арқылы біз орамалдың жаңа түрін тігеміз. Егер де сіз үйіңізде ескіріп қалған жаңағыдай осындай дайын орамалдарыңыз болса, сөгіп осылайынан қағазға лекаласын түсіріп тігіп алсаңыз болады. Немесе мен дайындаған лекаланы пайдаланып тігіп алсаңыз да болады. Міне осы жерде былай ұзындығы 42 сантиметр осы бетті скриндап алсаңыз болады. Мынау бірінші бөлігі және мынау екінші бөлігі. Яғни бұл артқы бөлігі. Міне осылайынан бар көлемін скриндап алсаңыздар болады. Енді мен осы арқылы қолымда қандай мата бар, сол матаға орамалымды тігіп аламын. Мендегі бар мата осы. Бұл яғни қалдық маталар. Мына мата жетпейтін болғандықтан астына астар ретінде осы матаны пайдаланатын боламын. Бірінші алдыңғы бөлігін түсіріп аламыз. Яғни бізде алдыңғы бөлік екі бөліктен тұрады. Өйткені мына жұқа болғандықтан бізге астыңғы бөлігін қабаттау керек. Мына мата жетпейтін болғандықтан мен астыңғы бөлігін екі қабаттаймын. Мына жағы қосылып тігілетін болғандықтан мына жағына 1-1,5 сантиметрдей немесе 1 сантиметр қалдырсаңыз болады. Егер де сіздер екі бетін бірдей қылып алмайын десеңіздер, мысалы менде мата аздау болғандықтан мен бір астыңғы қабатын қаптайтын болғандықтан, сіздердікі мата қалың болса, осындай екі бөлікті осылайынан бірденен қырқып алсаңыздар болады. Яғни осылайынан. Ал мен астыңғы қабатты мата қаптайтын болғандықтан осылай бір бөлігін әуелі қырқып алатын боламын. Біз тігуімізді бірінші екі матаны қосып алудан бастаймыз. Бізге осындай екі резинка керек. Біреуі 15 сантиметр, мынаусы 12 сантиметр.
мен осылай тігіп шықтым. Енді мынау артық жерлерін кесіп алып тастау керек. Сіздерде мата сыртқы жағы ішкі жағы көрінбейтін болса, солай қалдыруларыңызға болады. Менде барлығы көрінетін болғандықтан аккуратно артық жерін кесіп алып тастау керек. Мына екінші бөліктің де мына екі жерін қосып тігіп алатын боламын, және бұның ішіне резинка тігілетін болады. Тігіп шығамыз. Мына жерде сәйкес келмей қалса, осылайынан бүріп жіберуге болады. Міне, осылайынан бүріп жібердім. Бір-біріне қаратсаңыз да. Енді мына ішкі жағын оверлоктап, осы жерден мына резинканы, 15 метрлік резинкамызды бұлайынан тартып тұрып тігіп шығамыз. Жалпы мынаны бұлайынан жинап тігеміз, айналдырып.
Міне осылайынан жиырып алдық. Ішінен осындай резинканы тартып тұрып тіктім. Өте оңай. Үйдегі бар әдемі маталарыңыз болса жасай беруге болады.